Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Ана жолы комментарийға кейбір сұрақтар болған. Алма ағашын 1 гектарға деді ме, әлде жарты гектарға қанша түп сыйдыруға болады, қанша түп ексе болады деген. Енді ол кезде комментарийға ол жауапты сыйдыру қиын болды. Маған бір сөзбен, өйткені оған жауап беру қиын. Сондықтан да бөлек видео түсіріп жауабын түсірермін деген, ол уақыт болмай кетіп, енді ғана уақыт болып жатыр. Жалпы енді осы видеода жеміс ағаштарының бір-бірінің ара қашықтығы қанша болу қажет, сол сұрақтарға жауап береміз. Жеміс ағаштары енді әртүрлі болуы мүмкін. Жалпы алған кезде олардың ең биік өсетінен бастасақ, өрік, қара өрік және де черешня ағаштары ең биік болып өсетін ағаштар. Енді жаңғақты бұл қатарға қоспай-ақ қояйық. Жаңғақтың тақырыбы бөлек. Ал енді биіктігі жағынан олардан аздап төмендеу тұратын шие, алша және де шабдалы ағаштарын алсақ болады. Одан кейінгі кезекте дәннен өсірілген телітушілерге телінген алмұрт және алма ағаштары. Одан кейін барып орта бойлы және де қысқа бойлы мына ергежейлі алма көшеттері, алма және де алмұрт көшеттерін айтсақ болады. Бұл жерде ауладағы ағаштардың өсіп тұрғанына кемінде 10-11 жылдық ағаштар бұл жерде өсіп тұрған. Енді бұның орналасу ретіне қарасақ, мынау оң жақ бізде оңтүстік, мынау қоршау жақты алатын болсақ, ол солтүстік. Мына енді күн сәулесінің әрқашан оңтүстіктен түсетінін ескерсек, солтүстік жаққа, мына қоршау жаққа біз өрік, қара өрік, сол сияқты шие ағаштарын мына қоршаудың бойына орналастырамыз. Сол кезде күннің түсуіне кедергі жасамайды. Ал керісінше болған кезде, мынау биік бойлы өсетін ағаштарды оңтүстікке орналастырсақ, солтүстікте өсетін ағаштарды олар өсірмей қояды. Сондықтан да егер де аулада отырғызатын болсаңыздар, осылай солтүстік қатарға алдымен биік бойлы өсетін ағаштарды отырғызған дұрыс. Одан кейін оңтүстікке қарай мынау биік бойлы өсетін алма, алмұрттар, одан кейін ғана барып былай орта бойлы және де ергежейлі ағаштарды отырғызсақ болады. Ал енді бұл жеміс ағаштарының орналастыру қашықтығын алатын болсақ, ең бірінші биік болып өсетін өрік, черешня және де қара өрік ағаштарының ара қашықтығы бір-бірінен 4-4,5 метр болған дұрыс. Бұл енді жыл сайынғы қырқу кесу жұмыстарын жасаған кезде осындай ара қашықтықта оларды ұстап тұруға болады. Одан кейінгі кезекте алша, шабдалы және де шие ағаштары, олардың ара қашықтығы шамамен 3,5 метр болған дұрыс. Қатарда бір-бірінен 3,5-нан 4 метрге дейін. Өйткені оларда биік өсетін ағаштар саналады. Одан кейінгі кезекте бізде дәннен өсірілген телітушілерге телінген алмұрт және де алма ағаштары, олардың ара қашықтығы бір-бірінен 3-3,5 метр болған дұрыс кемінде. Ол да жыл сайынғы кесу қырқу жұмыстарын жасап тұрған кезде ұстап тұруға болатын кем дегенде ара қашықтық. Ал енді келесі кезекте бізде орта бойлы және де ергежейлі карлик былай айтқанда ағаштары, ол көбінде бізде алма және алмұрт ағаштарында солай болып келеді. Енді ол ағаштың өсу деңгейі негізінен тамыр бөлігіне байланысты. Салыстырмалы түрде айтқанда 90% сол тамырдың қандай екендігіне байланысты, қалған 10% мына үстіңгі мәдени сұрыпқа байланысты болуы мүмкін. Сондықтан да олардың тамыр бөлігі қандай телітушіге телінген, орысша айтқанда подвойдың түріне қарап ағаштың ара қашықтығын солай анықтаймыз. Енді сіздер білсеңіздер, кез келген мәдени жеміс ағашы ол 2 бөліктен құралады. Оның астыңғы бөлігі телітушісі және де үстіңгі бөлігі телінуші мәдени сұрып. Сол 2 бөліктен құралып көшет алынады. Сол енді астыңғы телітушінің түріне қарап біз ара қашықтықты анықтаймыз. Мына жерде тұрған орта бойлы өсетін алма ағаштары, орта бойлы ағаштарда оларда бір-бірінен қашықтығы 2 метр болса жеткілікті. 2 метр, ары кетсе 2,5 метрге дейін қашықтықта орналастырып, оларды жыл сайынғы қырқу жұмыстарымен осы деңгейде ұстап тұра аламыз. Бұл енді алма ағаштарында қолданылатын орта бойлы телітушілердің түрлеріне келетін болсақ, олар MM106, MM111, одан кейін 54-118 деген клондық телітушілер орта бойлы деңгейде өсетін сол тамыр бөліктері солай аталады. Одан кейін алмұрт ағаштарында айва, клондық телітуші, оларда орта бойлы болып өседі. Олардың да ара қашықтығын сонда 2-2,5 метр ара қашықтықтан орналастырсақ болады. Одан кейін алма ағаштарында көп кездесетін қысқа бойлы, ергежейлі, орысша айтқанда карлик көшеттері, олардың ара қашықтығы бір-бірінен 1 метр, 1,5 метр болса жеткілікті. Бұл енді алма телітушілердің түрлері
М9, М7 деген бар. Ол енді жартылай ергежейліге жатады. Одан кейін Арым-18 деген телтуші бар. Ол да ергежейлі бойлы алма ағаштарына жатады. Бұл телтушілерге телінген жеміс ағаштарын отырғызған кезде оларға міндетті түрде андай діңгектерді қажет етеді. Олар діңгек қойымыз керек, одан кейін шпалера, сымдар жүргізуіміз керек араларына. Соларға байлап өсіруге арналған бұл ағаштар. Олар Арым-18, М9, М7. Сондықтан да аулаларда өсірген кезде ол сияқты ергежейлі көшеттерді сатып алмаған дұрыс. Кем дегенде ММ106, ММ111 сол сияқты көшеттер үй жанына сай келеді. Немесе биік бойлы өсетін тамырға телінген ағаштарды да жыл сайынғы қырқу жұмыстары арқылы олардың биіктігін қажет мөлшерде ұстап тұруға болады. Енді бұл жерде айтылған кезде бұлардың бір қатардағы бір-бірімен ара қашықтықтарын айттық. Ал енді қатардың бір-бірімен қашықтығы ергежейлі ағаштарында кемінде 3 метр болған дұрыс. Ал одан биік өсетін ағаштарда ол жерде енді жарты метр, 1 метр сол бір-бірінен ара қашықтыққа қосып есептеп алсақ болады. Мысалы үшін мына жерде алма ағаштары бір-бірінен 2 метр ара қашықтықта өсіп тұр. Ал енді қатардың арасы бұл жерде 3 метр, 1 метр артық. Өйткені арасынан жүргенге, дәрі шашқанға өзімізге ыңғайлы болу үшін. Енді биік бойлы өсетін алма ағаштарында да дәл солай. Егерде олардың біз аралықтарын 3 метрден алатын болсақ, енді қатар арасын 4 метр аламыз. Ал енді бұл сияқты кеңестерді сақтамай, оларды жақын отырғызсақ не болады? Ол бұлардың өсуіне өте жаман кері әсерін тигізеді. Өйткені бір-біріне жақын орналасқан жеміс ағаштары бір-біріне көлеңке түсіріп, мына төмен жақтағы бізге қажетті бұтақтарды қуратып тастайды. Олар енді қурамаса да әлсірейді біраз. Одан кейін өздерінің қабілеттерін жоғалтқаннан кейін олар өз қызметтерін атқармай қояды да, мына күш жоғарыға беріліп, жоғарғы бұтақтар жуандай береді. Сол кезде ағаштарымыз биіктеп кетеді, төмен бойлы өсетін деңгейде ұстап тұру қиын. Сондықтан да жеміс ағаштарының бір-бірінен ара қашықтығын дұрыс есептеу қажет. Бұл жерде енді жеміс ағаштарына күн сәулесінің маңыздылығы ол да өте қажетті. Мына жерде мысалға мына алма ағашын алатын болсақ, мынау көшет 1 жылдық өскен көшет жартылай дамыған. Қарасаңыздар, мынау 50% жартысы ғана дамыған. Оң жағында ештеңе өсіп тұрған жоқ. Ол неліктен де десеңіздер, мына жерде 2 діңгек болып өскен алма ағашы еді. Бұл сол резерв күйінде қалдырған мына жердегі бұтағым мынаған көлеңке түсіргеннің есебінен мына көшетім жартылай дамымай қалды. Мына жерге жай ғана күннің түспегенінің қаншалықты зиян беретінін осы жерден қарасақ болады. Мына сол жағында көптеген бұтақтар дамыған. Оның бәрі сол жақта тұр, қажет бұтақтардың бәрі. Ал енді оң жақта ешқандай бізде бұтақ жоқ. Бұл жерде күн сәулесінің осыған дұрыс түспегенінің көрінісі осы. Одан кейін тағы бір ағашты сіздерге көрсетемін. Бұл жерде де мына жерде жанында үлкен өрік ағашы өсіп тұр. Одан кейін мына жерде жаңадан телінген 1 жылдық телініп өсіп шыққан ағашты бұл жерде де қарасақ, мына оң жақтағы ағаштың көлеңке түсіруінің есебінен көлеңке түскен жағы мына көшеттің оң жағы дамымай қалды. Мына жерге толық жаз күнінде көлеңке түсіп тұрады. Сондықтан да мына оң жақтағы бұтақтар әлсіз болып қалды. Мыналар енді бұтақ деп те айтуға келмейді, бұлар бәрі шыбықтар. Ал енді сол жақты қарасақ, бірінің жанында бірі мынандай өте мықты бұтақтар орналасқан. Негізі мына жақта орналасқан бұтақтарда осылай мықты болу қажет еді. Өйткені бұл бұтақтар ағаштың бізге қаңқасын қалыптастыруға қажет. Ал біз күн сәулесінің дұрыс бұл жерге түспегеннен сол мүмкіндіктерден айырылдық. Осы жайттардан жеміс ағаштарына күн сәулесінің қаншалықты маңызды екенін осыдан көрсек болады. Міне сол жағы қандай жақсы дамыған, оң жағының бұтақтарының дамуы әлсіз. Мынау ғана. Бұл енді қаңқа бұтақ қылып, бұны қалдыруға өте нашар келмейді. Сондықтан да жердің солтүстік жағына биік ағаштарды орналастырамыз, ал оңтүстік жағына баяу өсетін ағаштарды орналасқан дұрыс. Әзірге айтпағым осы. Мәліметтер ұнаған болса арнаға жазылып, лайк батырмасын басып, және де пікір қалдырып қойыңыздар. Сау саламатта, амандықта кездескенше.